Сәлем достар, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін дәмді бәліш жасаймыз. Ол үшін бізге керек су, май, ұн, тұз және қопсытқыш қажет. Алдымен жылы суымызды құямыз, майымызды құямыз. Оның үстіне ұнымызбен тұзды және қопсытқышымызды салып, осылай қамыр қылып иілеп, пакетке салып, тоңазытқышқа салып қоямыз. Енді салмасына тартылған ет сиыр еті, 1 пияз, 2 картоп, осылай асқабақ, тұз және бұрыш. Пиязымызды алдымен майдалап тураймыз. Ыдысымызға тартылған етті салып, оның үстіне пиязымызды саламыз. Картопымызды да видеодағыдай тураймыз. Картопты да салып, асқабақты тураймыз. Асқабақ таңдағанда сырты осындай ақ асқабақты таңдасаңыздар, өте дәмді болып шығады. Асқабағымызды да салып, дәміне қарай 1 шай қасық тұз, жарты шай қасық қара бұрыш саламыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, осылай домалақтаймыз. 2-ге бөлеміз, біреуін үлкен және біреуін кішкентай қылып. Үлкеннен бастап жаямыз. Мінекей қамырымыз дайын. Листтің үстіне пергамент қағазын төсеп, қамырымызды осылай жайып, оның үстіне салмамызды саламыз. Екінші қамырымызды жайып аламыз. Мінекей осылай видеодағыдай жасаймыз. Екі қамырды біріктіріп, осылай видеодағыдай түйіп шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағамыз. Ауа шығып тұру үшін осындай ортасынан тесік жасап қоямыз. Пешімізді 180 градусқа қыздырып, 40-45 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің бәлішіміз дайын, қып-қызыл әдемі болып пісіп шықты. Оңай әрі тез жасалады тойымды бәліш. Үй жағдайында сіздер де осылай дайындап көріңіздер. Мінекей толық пісіп шықты, қып-қызыл болып. Қараңыздаршы, қандай керемет.
менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға көп-көп рахмет. Қош сау болыңыздар.